Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жалпы бір қызықты тақырыппен бөліскім келіп тұр. Өткен менің жаңағыдай TikTok аккаунтымда мен осы тақырыпты қозғаған сайын адамдар осы тақырыпқа өте көп қызығушылық танытады екен. Сол себепті осы тақырыпты жалғастыруға тырысатын боламын. Ал өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар, ол бала тәрбиесі, иә. Ол бәрімізде жаңағыдай балаларымыз бар, ағамыздың балалары, жалпы туысқандардың балалары, жалпы бұндай тақырып ол барлық адамға қызық. Әсіресе жапонның балаға деген көзқарасы, баланың тәрбиесіндегі көзқарасы өте ерекше, жаңағыдай көп адамды, көп елдерді қызықтыратын сұрақ. Сол себепті біз өзіміз осы Жапонда жүргенімізге байланысты сіздермен осы тақырыпты айта кетейін. Енді біз Жапонияда 10 жылдан аса уақыт тұрып жатыр екенбіз. Былай артқа қарасам көзді ашып жұмғанша осындай уақыт болып қойыпты. Осы уақыт аралығында біздің өз баламыз да бар, басқа балалардың да тәрбиесін былай бақылап жүрген кезде соған байланысты түйген ойларымды сіздерге осылай жаңағыдай чек-лист қылып айтып бергім келеді. Яғни мен бүгінгі тақырыпты былай жаңағыдай айтқым келіп тұрды. Бала өсіру жаңағыдай қазақша, жапонша қарама қарсы қарама қарсы деп айтпай ақ қояйын, бірақ екі осы тәрбиені салыстырып сіздерге айтқым келіп отыр. Ең алдымен жаңағыдай осылай екі бөлікке бөліп қарастырайық бір үлкен тақырыптарды. Біріншісі, яғни ол отбасы, иә, отбасы жағдайында. Мысалы Қазақстанда болмаса Шыңжаң өңірлерінде балалардың тәрбиесіне әсіресе көбінесе үлкен кісілер де араласады. Мысалы жастар жұмыс жасасын деп ата-апалары жаңағыдай балаларды өздерінің тәрбиесіне алады деген сияқты, болмаса достарымен көп араласып деген сияқты деп айтсам да болатын шығар. Жаңағыдай қоғамда өте көп адамдардың қатысуымен бала өсетін болады, иә. Ал Жапонияда бұл керісінше, яғни Жапонияда көбінесе баланың, енді Қазақстанда да солай ғой, бірақ Жапонияда әсіресе баланың тәрбиесі тек қана өзінің әке шешесіне байланысты болады, әсіресе анасына байланысты болады, яғни анасына бір жүктеп қойған сияқты болады да. Осындай жаңағыдай бір адамның тәрбиесінде болады. Ол қалай айтсам болады, ата апалары бөлек тұрады көп жағдайда, негізі толық жағдайда деп айтайыншы. Мысалы біз осы тұратын үйде ата апасы бір үйде, бірақ бөлек, жаңағыдай квартира деп айтамыз ғой, бөлек үйде ата апасы тұрады, екінші бір жаңағыдай үйде балалары жаңағыдай өздерінің немерелерімен бірге тұрады екен. Бірақ бәрі бір-біріне өте жақын орналасқан. Мысалы көмек керек жағдайда, басқасы керек жағдайда жаңағыдай тез арада жаңағыдай бару үшін да, ал негізі шаңырақтары, қазандары бөлек болады. Енді осы тақырып жөнінде осы сұраққа байланысты сіздер қалай ойлайсыздар, астына жаза кетіңіздер. Енді екіншісі, яғни ол дисциплина деп айтады ғой, жаңағыдай қадағалау немесе тағы да басқа бір ережелер. Мысалы Қазақстанда көбінесе, болмаса Шыңжаң өңірлерінде көбінесе бала эмоционалды келеді, жылайды, айқайлайды, жаңағыдай көп эмоциясын шығарғанды мысалы ұнатады да. Ал Жапонияда керісінше бала ол жаңағыдай сабырлыққа, айналаны сыйлауға, жеке адамның ғана емес, жалпы топтық, мысалы басқа да достарының қамын ойлауға сөйтіп шақырады екен. Енді мен өзімнің ойымды айтатын болсам, бұл жерде екі жақтың, мысалы біз өзіміз қазақи тәрбиеде де өстік, қазір Жапонияны да көріп жатырмыз, екеуінен де мен керегін алып жатырмын да. Мысалы балаларыма да жылағысы келсе жылап, болмаса олармен жеке былай әңгімелесіп де жүргенді жөн көремін да. Бірақ өздерінің достарын да сыйлауға, ортаны сыйлауға, ортамен бірге дамуды да жөн көремін. Сонымен осыған байланысты мен екі жолды да қатар алып жүргенім бар. Сіздер осы жөнінде не ойлайсыздар? Ал осы қазақи мен жаңа жапонша тәрбиенің ең ұқсас жері, яғни ол қай жағдайда болмасын үлкен кісілерге ол құрмет, ол өзгермейтін ереже ғой барлық жерде, келісесіздер ғой. Ары қарай үшінші жаңағыдай пункт деп айтамыз ғой, солда мен білім немесе ерте дамуды айтайын. Мысалы мен оны өте көп бақылаймын, достарымның да балалары бар, басқа да туған туыстарымның да балалары бар. Солардан байқасам, олар көбінесе ерте жастан бастап биге, әнге, математика, есеп, тағысын тағы деген сияқты әртүрлі үйірмелерге беріп тастайды балалардың бос уақытын
қалдырмауға, енді мен енді оларды сөкпеймін әрине, бірақ енді меніңше бұл өте ерте жастан деп өзім ойлаймын, жеке басым. Бірақ көбінесе сондай жағдайларды мен өте көп кездестіремін. Баланы ерте жастан бастап жаңағыдай бір дамыту, бір үйірмелеріне беріп қояды. Ал Жапонияда керісінше бала ол жаңағы тимворк деп айтады ғой, топпен бірге жұмыс жасау керек, жаңағыдай тәуелсіз болу керек, мәселені шешу керек деген сияқты көбінесе менталды тұрғыдағы жағдайға ерте кезден бастап назар аударады. Ал білім, жаңағыдай дағды, қалай айтсам болады, зейін, мысалы зейінді бала деп айтады, мысалы жақсы оқитын бала, солар ол уақыт өте келеді. Ол бірден ғана келе салмайды, ол кішкентайынан миына құйғаннан емес, ол өзімен өзі жасына байланысты уақытымен келеді деп ойлайды. Сол себепті балаға ең алдымен тәуелсіз болуды, топпен бірге жұмыс жасауды, соны көбінесе аса мән береді екен. Енді келесі бір пункт, яғни ол жаңағы айтып кеттім, тәуелсіз. Мысалы көбінесе біз жақтарда енді балаларды көбінесе ешқайда жалғыз өзін жібермейді, қорқады жаңағыдай. Енді ол басқа да мәселелерге байланысты ғой, жаңағы қауіпсіздік мәселесі деген сияқты. Ал Жапонияда ерте жастан бастап балалар өздері жаңағыдай балабақшаға емес, енді бір сабақтарына өздері барып жүреді. Ондайды көшеде өте көп көреміз. Мысалы жолда да өткен кезде қолдарын көтеріп өтеді. Одан кейін барып керісінше үлкен кісілер сол балаларды сыйлайтын сияқты да, жол береді. Әр ата-ана, үлкен кісілер жаңағыдай кезектесіп, жаңағы жолдан өтетін жаңағыдай ақ жолақтар болады, соларда кезектесіп тұрып балаларды өткізіп деген сияқты, соған да жағдай қарастырылған. Осы жерде атап өту керек. Одан кейінгісі енді бәрін өте көп қызықтыратын, яғни ол тамақ мәселесі, тағам мәселесі. Балалар қалай тамақтанады? Көбінесе біз жақтарда, Қазақстанда, Шыңжаңда балаларға жаңағы ет дұрыс әрине, бірақ жаңағы ұн тағамдарды көп береді, тез дайындалатын фастфуд деп айтады ғой, сондай тамақтарды көп береді балалар. Соған сәйкес балалардың жаңағыда ерте жастан семіздік ауруына, болмаса әртүрлі жаңағыдай тек ұн тамақ жеген адамдарда, балаларда біз не болады екенін білеміз ғой, мысалы сондайларға алып келеді. Ал Жапонияда керісінше ерте жастан бастап балансты түрдегі тамаққа аса мән береді. Ол қалай? Мысалы балабақшадан біз өзіміз, мысалы Нашатай мен Ағыстайды балабақшаға барған кезде, олар ерте жастан бастап сәй, әртүрлі көкөністерді солай жеп өскен болатын. Енді мен бұл жағынан, жапон жағын екі қолмен қолдаймын. Оны неге деген кезде, мысалы бізде енді шүкір Нашатайда жаңа тамақпен мәселе болған жоқ. Ол тамақтың бәрінде жемей қою болған жоқ, сәй жемей қою болған жоқ. Оның бәрі меніңше соны Жапонияда жүріп әртүрлі тамақтардың дәмін көргендігіне байланысты ма деп ойлаймын. Сәйді көп жейді, іші қатпайды. Мысалы Нашатайдың сондай бір несі бар да, Ағыстайда да дәл солай. Сол себепті тамаққа аса мән берген дұрыс деп ойлаймын. Біз жақтарда ұн тамақтарға емес, енді ұн тамақты жеме деп айтпаймыз, әрине ол мына да жейді, бірақ жаңағыдай дәрежесіне сәйкес балансты түрде жеу керек, сәйді міндетті түрде жеу керек деген сияқты. Осы жағынан енді екі ел өте үлкен айырмашылық бар, оны өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Бұл туралы әлі де алдағы тақырыптарда айтатын боламыз, себебі бұл өте ұзақты айта беретін болсам. Келесі, мысалы ананың рөлі, ол ананың рөлі қай елде болмасын барлық жерде өте маңызды. Бірақ мысалы Қазақстанда да ананың рөлі маңызды ғой, бірақ көбінесе ол жаңағыдай жоғарыда біріншісі айтып өттім ғой, көбінесе ол отбасыда өседі бала, жаңағы ата әжесінде өседі, әкесі болмаса жаңағы туған туыстағандары, әпкелері бағатын кездер болады, ондай жағдайлар бізге де таныс қой, бізді де солай өсірді деген сияқты. А Жапонияда көбінесе аналары балаларына қарайды. Мысалы жұмысқа кірген кезде де, мысалы жастар үйленіп отбасы болғаннан кейін, олар балалы болғаннан кейін анасы міндетті түрде жұмыстан жаңағыдай шығады, болмаса ұзақ уақыттық демалыс алады деген сияқты. Енді бұл бір жағынан балаға деген жауапкершіліктің бір көрінісі ма деп ойлауға болады, әрине. Бірақ енді керісінше жағын алып қарасаң да өте көп қой, бірақ негізі осындай плюс жағын айтатын болса, осылай деп ойлаймын. Тағы да дәл қазір енді есіме түскені осы болып тұр. Осы жерден видеоны жаңағыдай тоқтата берейін, бірақ алдағы уақытта бұл тақырыптар туралы әлі де көп әңгіме қозғайтын боламыз. Ал сіздердің алып қосарларыңыз болса, астына пікір қалдырып кетіңіздер. Көп рахмет, сау болыңыздар.